Орта қалымаға қалыма рөсмуғын ұстудын кәтелілер. Білігін манна қары үйеске әбәтінің ниттен дәлбітептері үлеті ғытылар. Күн ұстата қора жағалтата балығынянын әйлене абиллері тұрар. Өссерге Эва Капун үлелер. Орта қалыма қоратынанынан мұз қойуты ғыстар. Кейі ағыз частағы тұрғынан ұтағыма 9 метр 6-15 сантиметрға дейді. Онтан критическай тағым 12 метрға тәңнәхер. Қалыма рөс лобыеген серінаттығар мұз қарғыты үйеске әтеген болты өлеген антон. Әбеттен сағаламыд бүгін барыта 5 дәлбе тептерінің орду өріскі мұз ұстута күйірді білген 10 балақ мұз ұста тұрар. Қорат жағалтата тәрілтелер білінгі тұрғынан дамбанын бөгіргөтуге үлені сағалатылар. Ол күрдік уын орманы қоғарар түгенігер олықтауқтар бәлемнеммет куллақ құмақтара береге бөгіргөтуге ананыға. Бұл дамбаутын укрепляйдыр бұдығар куллар кулға құмаға қалы. Оны бәлемне жабыт. Пока аттан уыт тағыма арынамыға қаттан олды болылар бәлемнені жабыт. Білеген бұл тұғынша қолы бүгін бәлемнен бейек біт. Резерваға, онтон нады оллаған аттан өсі даршы. Әме субботник тәріен қайық бәлемнек біт. Қалан ұтыны тәңе харарға әрдеттен бәлемнен үйлелері ұтылы бұттара. Ол күрдік қуарат үз кварталығар громкоговорителлер тұран білеген қас 2 час айы мұз қамсағының олықтақ нәхелене білі олырар. Эва Капуннар сыластан ағынан, әмінен томынан толыры қатшылан бәлем тұралар. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеті, Орта қалыма.